Егер сен өзіңнің ең жақын туысыңа үйленсең не болады деп ойладың ба? Бүгінде мұндай некелерге заңды түрде рұқсат беретін елдер әлі бар. Бірақ бұл шешім кейде ұрпақтың тағдырына балта шабуы мүмкін. Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Туыстық некенің зардаптарын білгілеріңіз келсе, осы видеоны аяғына шейін қараңыздар. Туыстық неке бір әулеттен бір қандас туыстар арасындағы некені айтамыз. Яғни мысалдар бойынша немере мен немере, нағашы мен жиен сияқты туыстардың үйленуі. Мұндай некелер кей елдерде дәстүрмен ақталып, қан таза болсын деп түсіндіріледі. Туыстық неке ең жиі кездесетін елдер Пәкістан, Сауд Арабиясы, Ауғанстан, Судан және кей африкалық өңірлер. Мысалы, Пәкістанда некелердің шамамен 60% туыстар арасында қиылады. Сонымен қатар өзімізге жақын мемлекеттердің бірі Өзбекстанда да осындай туыстық неке жиі қолданған болатын. Тіпті кей әулеттер бірнеше ұрпақ бойы тек өз туыстарымен ғана үйленіп келеді. Ал Сауд Арабиясында мұндай неке әлі де мәдени тұрғыдан қалыпты болып саналады. Ғалымдар мұндай некелердің ең қаупі генетикалық аурулар деп түсіндіреді. Мысалы, баланың ДНК-сында екі ата-анасынан да бірдей мутация келеді. Яғни келетін болса, ол ауыр сырқатқа айналуы мүмкін. Нақты мысалға келетін болсақ, Пәкістанда туыстық неке салдарынан балалардың 40%-на жуығы түрлі тұқым қуалайтын аурулармен туылады. Атап айтқанда, ақыл-есі кемдік, көру мен есту қабілетінің бұзылуы, жүрек және қан аурулары. Енді сіздерге шынайы оқиғамен бөлісетін болсақ, Пәкістандағы Зара мен Имранның хикаясы. Пәкістанның Пенджаб аймағында Зара есімді жас қыз өз туыс ағасының ұлы Имранға тұрмысқа шыққан. Бұл олардың әулетінде әдеттегі жағдай еді. Қанымыз таза болсын деген сеніммен осылай некелесетіндер көп болатын. Бастапқыда бәрі жақсы болды. Бірақ бірінші баласы туылғанда дәрігерлер баланың бұлшықеттері әлсіз екенін, жүрек соғысы баяу екенін айтты. Біраз уақыттан соң бала сөйлеуді, отыруды және жүруді үйрене алмады. Дәрігерлер тексеру жүргізіп, баланың тұқым қуалайтын генетикалық аурумен туылғанын анықтады. Ол ауру әке мен ананың екеуінде де бірдей мутация болғандықтан пайда болған екен. Зара мен Имранның екінші баласы дәл сондай дертпен туылды. Қазір екі бала да дәрігерлердің тұрақты бақылауында, ал ата-аналар қоғамға үндеу жасап, біз дәстүрге сендік, бірақ ғылымды ескермедік. Енді өз қателігіміздің ауыр зардаптарын балаларымыз тартып отыр дейді. Бұл оқиға тек бір отбасының ғана емес, мыңдаған отбасылардың тағдыры. Әлемде жыл сайын осындай неке салдарынан 1 миллионнан астам бала генетикалық аурумен дүниеге келеді екен. Бірнеше зерттеу нәтижесі дәлелдегендей, туыстық некеден туған балаларда ауру қаупі 5-10 есе жоғары. Сондықтан көптеген елдерде, соның ішінде Еуропада, ақш-та және Қазақстанда мұндай неке заңмен шектелген. Туыстық неке дәстүр мен ғылымның түйіскен жері. Бірақ егер ұрпақтың болашағы қымбат болса, таңдауды жүрек емес, ақылмен жасау керек. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаса, онда видеоға лайк басып және каналды қолдап кету үшін каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарийде сіз осындай туыстық некені шын өмірде көрдіңіз бе? Көрген болсаңыз, сол оқиғамен комментарийде бөлісе кетсеңіздер болады.